Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар, 2 сыныптың 91 сабағы, математик сабағы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы өзіңді тексер, санды және әріп өрнектер, теңдеулер, есептер тақырып бойынша. Сен өрнектердің амалдарын орындалу ретін анықтауды, бір-екі амалды санды және әріп өрнектерді оқуды, құруды, әріптің берілген мәнінде өрнектің мәнін табуды, бір санмен байланысты көбейту мен бөлудің қасиеттерін қолдануды, теңдеулерді шешуді, теңсіздіктерді құруды, көбейту мен бөлу амалдарын берілген есептерді шығаруды үйрендің. Енді бүгінгі сабақта осыларды қайталайтын боламыз. Бірінші тапсырма: өрнектерді жаз. 32 мен 8-дің бөлінісін 5-ке көбейту, яғни жақшаға қоямыз. 32 мен 8-дің бөлінісін көбейтеміз 5-ке деп. А мен 6-ның көбейтіндісін 8-ге бөлу. Міне жақшаға қойып, осылай өрнекті құрастыратын боламыз. Келесі тапсырмада x тең 8 деп алып, өрнектің мәнін табамыз. Яғни x-тің орнына 8-ді қойып есептейтін боламыз. 80 мен 49-ның айырмасын x-ке қосқан кезде, бұл жерде x-тің орнына 8-ді қойып есептейік. 80 мен 49-ның айырмасына 8-ді қосқанда 39-ға тең. 100 пен 62-ның айырмасына x-ті азайтқанда тең деген, бұл жерде x-ті қойып есептейтін болсақ, 100 пен 62-ның айырмасынан 8-ті азайтқанда 30-ға тең. Ең соңғысында x-ден азайтамыз 72 мен 65-ның айырмасын тең. 8-ден азайтамыз 72 мен 65-ның айырмасын тең, бұл жерде 1-ге. Міне осылай мәнін қойып есептеп шығатын боламыз. Келесі 4-ші тапсырмада мәндері бірдей өрнектерді теріп жаз дейді. Мәндері бірдей өрнектер, яғни 5 пен А-ның көбейтіндісі тең А мен 5-дің көбейтіндісіне, 3 пен 2-ның көбейтіндісі тең 12 мен 2-ның бөліндісіне деп жазатын боламыз. Келесі тапсырмада амалдарды орындаймыз. Бұл жерде өлшем бірліктер салмаққа және сұйықтық және уақытқа байланысты бөлу мен көбейтулер тұр. Бірінші тапсырмада 8 см 5-дің көбейтіндісі 40 см-ге тең, 40 см мен 5-дің бөліндісі 8 см-ге тең, 40 см мен 8-дің бөліндісі 5 см-ге тең. Келесі 7 кг мен 3-дің көбейтіндісі 21 кг-ға тең, 21 кг мен 3-дің бөліндісі 7 кг-ға тең, 21 кг мен 7-дің бөліндісі 3 кг-ға тең. 6 литр мен 4-дің көбейтіндісі 24 литрге тең, 24 литр мен 4-дің бөліндісі 6 литрге тең, 24 литр мен 6-ның бөліндісі 4 литрге тең. 9 минут пен 2-ның көбейтіндісі тең 18 минутқа, 18 минут пен 2-ның бөліндісі тең 9 минутқа, 18 минут пен 9-ның бөліндісі тең 2 минутқа деп шығаратын боламыз. 24 пен 1-дің көбейтіндісі 24-ге тең, 65 пен 1-дің бөліндісі 65-ге тең. 99 пен 1-дің бөліндісі 99-ға тең, 1 мен 37-дің көбейтіндісі 37-ге тең. Жақша ішінде 30 пен 22-ның айырмасынан 1-ді бөлген кезде 8-ге тең. 12-ге 10 мен 9-ның айырмасын бөлгенде 12-ге тең. Міне осылай өрнектерді есептеп шығатын боламыз. Келесі тапсырмада салыстыр дейді. Бұл жерде артық кемдерін қоямыз. 80 мен 30-ның айырмасы артық 40-тан. 6 мен 1-дің бөлінісі тең 6-ға. А мен 1-дің қосындысы артық А мен 0-дің қосындысына. 17 мен 3-дің қосындысына. Бұл жерде 17-ге 3 пен 2-ның көбейтіндісін қосқан кезде кем 25-тен. 25-тен 5 пен 5-дің көбейтіндісін азайтқан кезде кем 5-тен. 1 мен бұның көбейтіндісі тең В мен 1-дің көбейтіндісіне деп жазатын боламыз. Келесі 7-ші тапсырмада бізде теңдеулерді шешетін боламыз. Бұл жерде жай теңдеу және күрделі теңдеулер берілген екен. 59 мен x-тің қосындысы тең 72 мен 9-ның айырмасына. 59 мен x-тің қосындысы тең 63-ге. x-тен 60 пен 59-ның айырмасы x-тен 4-ге. 59 мен 4-дің қосындысы тең 72 мен 9-ның айырмасына. 63 тең 63 деп жазатын боламыз. Келесі тапсырмада x пен 4-дің көбейтіндісі тең 36-ға, x тең 36 мен 4-дің бөлінісі x тең 9-ға, 9 пен 4-дің көбейтіндісі тең 36-ға, 36 тең 36 деп жазатын боламыз. 62 мен 18-дің қосындысынан азайтамыз x-ті тең 29-ға. Бұл жерде жақшаның ішін орындап, жай теңдеуге айналдырамыз. 84 пен x-ның айырмасы тең 29-ға, x тең 84 пен 29-ның айырмасы.
x тең 55-ке 69 пен 18-ның қосындысынан 55 тастайтқанда 29-ға тең. 29 тең 29. В мен 5-тің бөлінісі тең 9-ға. В тең 5 пен 9-ның көбейтіндісі. В тең 45-ке 45 пен 5-тің бөлінісі тең 9-ға. 9 тең 9 деп шығаратын боламыз. Келесі тапсырма 20-дан кем сандардың біреуін ғана пайдаланып тура санды теңсіздік жаз дейді. 20-дан кем, яғни 19 артық 18-ден, 18 артық 17-ден, 16 артық 15-ден, 11 артық 10-дан деп жазуымызға болады. Келесі тапсырма 8-ші тапсырма есептерді шығар дейді. Жарысқа әрқайсысына 4 баладан 3 топ қатысты. Жарысқа барлығы неше бала қатысты? Бұл жерде әр топта 4 баладан болған, 3 топ болса, барлығы қанша бала болған? Оны табу үшін 4 пен 3-тің көбейтіндісі тең 12-ге дейміз. Жарысқа барлығы 12 бала қатысты. Келесі тапсырмада ә бөлігі бізде жарысқа келген 12 бала 3 топқа бөлінді. Бір топта неше баладан болды? 3 топта, яғни 12 бала, әр топта белгісіз. Бұны табу үшін 12-ні 3-ке бөлеміз, 4-ке тең. Әр топта 4 баладан болған екен. Б-сында жарысқа келген 12 бала бірнеше топқа бөлінді. Әр топта 4 баладан бар. Балалар неше топқа бөлінді? Әр топта 4 баладан 12 бала белгісіз. Топ нешеуі, яғни шешеуін табу үшін 12 мен 4-тің бөлінісі 3-ке тең. Балалар 4 топқа бөлінді деп жазатын боламыз. Бұл Б бөлігіндегі есеп. Құрметті оқырмандар, сіздерге біздің каналымызда тапсырмаларды орындау ұнаған болса, каналға жазылып, подписаться батырмасын басыңыздар. Каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.